Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Әлемге әйгілі көріпкелдің айтуынша, Тоқаевтан кейінгі президенттің тұсында Қазақстан қазіргіден 100 есе қарыштап дамиды. Жаңа президент билікке келе сала, ең алдымен 5-6 жемқор министрді қылмыс үстінде ұстап, оларды орталық стадионда ату жазасына кеседі. Бұның шын екенін көрген басқа министрлер дереу қызметтен кету туралы арыз жазады. Себебі жаңа президент өте қатыгез болады. Ол ешкімді аямайды. Сонымен Қазақстанның үшінші президенті кім болады? Ол Қазақстанды қандай әдіспен дамытады? Біз аталған видеода әлемге әйгілі көріпкелдің болжамдарын айтатын боламыз. Және де көріпкелдің кім екенін видеоның соңында мәлімдейміз. Тоқаев 2022 жылы 7 жылға президент болып сайланды. Ол биліктен 2029 жылы кетеді. Міне сол жылы Қазақстанға жаңа президент келеді. Бұл президент басқа президенттерге қарағанда өзгеше болады. Айта кету керек, тұңғыш президент Назарбаевтың тұсында Қазақстанда жемқорлар қатты көбейіп кетті. Олар елді әбден тонап, шетелден қымбат пәтерлер сатып алғанын бәрі біледі. Бірақ оларға ешкім ештеңе істей алмады. Тоқаев оның кейбірін ұстағанымен бәрін ұстауға мүмкіндігі болмады. Әлі күнге дейін пара алатын бастықтар өте көп. Соның кесірінен Қазақстан кедей мемлекет болып тұр. Жаңа президент осының бәрін көріп біліп отыр. Ол өзінің 2029 жылы президент болатынын да біледі. Сондықтан да ол қазір барлық мәселелерді блокнотына жазып алып, тас түйін дайын тұр. Көріпкелдің айтуынша, жаңа президент 29 жылы шілде айында таққа отырады. Яғни тура Назарбаевтың туған күнінде Қазақстанның үшінші президенті атанады. Ол жұмысын бірден пайдалы қазбаларды өзімізге қайтарудан бастайды. Өйткені Қазақстандағы пайдалы қазбаның 80-90% шетелдіктердің қолында екені белгілі. Жаңа президент инвесторлардың бәрін жинап, табыстың жартысынан көбісін қазақ халқына беруге үгіттейді. Оған көбісі келіседі. Келіспегендермен келісім шартты бұзып, орнына басқа инвесторды шақырады. Осылайша жаңа президент мінез көрсетіп, өзгелерді өзімен санасуға мәжбүрлейді. Әлихан Бөкейханов ұлтқа қызмет ету мінезден деп бекерге айтпаса керек. Қазбалы байлықтан соң жаңа президент жемқорлармен күресуді бастайды. Мысалы, бұрын шенеуніктер бюджеттен бөлінген ақшаны еш алаңсыз жей беретін. Енді жаңа президент тор құрып, жегіш шенеуніктерді аңдиды. Бірнеше министрді қылмыс үстінде ұстап, оларды Алматыдағы орталық стадионға жетектеп алып келеді. Стадионға мыңдаған халықты шақырып, министрлерді солардың көзінше атып өлтіреді. Яғни Совет одағы кезінде НКВД-ның солдаттары халық жаулары деп жала жабылғандарды атқан секілді. Бұны көрген басқа шенеуніктер де, тіпті халықтың өзі де қатты шошып кетеді. Яғни жаңа президент өлім жазасын қайта енгізеді. Әйтпесе бұрын министрлер парамен ұсталса, түрмеге қамалып, 1-2 жылдан соң пара беріп бостандыққа шығып жататын. Енді ондай заман жоқ. Және де пара алып атылған әкімнің бүкіл туысы жұмыстан босатылып, бюджеттік мекемеге ешқашан орналаса алмайды. Олар таксист, жүк тасушы, көше сыпырушы секілді жұмыстарды ғана істей алатын болады. Нәтижесінде Қазақстанда пара алу деген сап тиылады. Бұрын ауылдарды дамытуға үкіметтен 1 миллиард теңге бөлініп, онысы ауылға жетем дегенше 300 миллион теңгеге дейін қысқарып кететін. Орта жолда министр, әкім, бастық, бухгалтерлар 700 миллионды жеп қоятын. Енді бөлінген ақшаның бәрі түгелдей ауылға жететін болады. Сонымен қатар бөлінген ақшаға жұмысты сапасыз істейтін мердігерлер де қатаң жазаланатын болады. Оларды атып өлтірмейді. Бірақ Қытайдағыдай қолын шауып тастайтын болады. Оны да стадионда жүзеге асырады. Мердігерлердің бәрі осыдан қорқып, жұмысты өте сапалы етіп жасайды. Соның арқасында Қазақстандағы жолдар түп-түзу болады. Бір салынған жол кемі 10 жыл шыдап береді. Жаңадан салынған мектептер мен ауруханалардың сапасы өте керемет болады. Оқушылар жайлы жерде білім алып, науқастар заманауи палатада емделеді. Науқасқа дұрыс қарамай, пара дәмететін дәрігердің саусағы пласкобуспен жұлынады. Нәтижесінде дәрігерлер науқасқа жанын салып қарайды. Олар ылғи білімін жетілдіріп, үздіксіз даму үстінде болады. Дегенмен Қазақстан бұндай жетістікке жету үшін өте көп адам құрбан болады. Бұл туралы көріпкел былай дейді. 2030 жылы Қазақстанда кемі 10 министр, 15 әкім стадионда атылады. 1000-ға жуық мердігерлердің қолы шабылып, 100-ден астам дәрігер саусақсыз қалады.
Олардың туған туыстары жұмыстан босатылып, көше кезген қаңғыбасқа айналып кетеді. Қазақстанда өмір сүруге қорыққан көптеген байлар шетелге қаша бастайды. Себебі олардың жиып тергендері арам жолмен келген ақшалар еді. Бірақ олар шекарадан ешқандай дүние мүлкін алып кете алмайды. Олар бар байлығын елімізде қалдырып, Англияға құлпынай теріп күн көруге қуанады. Яғни елімізде байлардың бәрі қатаң тексеріледі. Олар әрбір тиынына есеп береді. Егер бір тиынның есебі дұрыс шықпаса, олардың байлығы кәмпескеленеді. Және көбісі түрмеге қамалады. Қазақстанда бос түрме қалмайды. Жаңа президент бастапқы кезде Қазақстанды осылай тазалайды. Сол кезде елімізде үлкен экономикалық қиындықтар болады. Әрине, тұңғыш президенттің кезінен бері қалыптасқан бюрократиялық жүйені жою оңайға түспейді. Жаңа президент бұл жүйені 2032 жылға қарай толықтай жеңіп, Қазақстанды Жапония, Сингапур секілді елге айналдырады. Қазақстан бұрынғыдай тек мұнайдан пайда таппайды. Жаңа президент ауыл шаруашылығына қатты мән береді. Ол Австралия, Канада секілді елдерден жоғары сортты өсімдіктер алдыртады. Солтүстік Қазақстан жақтар түгелдей астық өндіретін аймаққа айналады. Ал оңтүстік Қазақстан жақта 4 түлік мал бағылады. Бұрынғыдай үкіметтен өтірік құжатпен субсидия алып, оған пәтер, көлік алатын алаяқ кәсіпкерлердің бәрі түрмеге тоғытылып, орнына адал жұмыс істейтін шаруалар келеді. Үкімет олардың өндірген ет, сүт, бидайын жоғары бағада сатып алып, арнайы зауыттарда өңдейді. Қазақстанда шаруалар бай тұратын болады. Ешкім олардың еңбегін қанай алмайды. Осылайша Қазақстан ауыл шаруашылығы өнімдерін шығарудан Өзбекстаннан да озып кетеді. Қазақстан бүкіл әлемді сапалы ет, сүтпен қамтамасыз ете бастайды. Экспорттан түскен ақшаның бәрі елімізде жаңа зауыт, фабрикалар ашуға, қалалар арасында жол салуға жұмсалады. Сонау Орал, Атырау қалаларынан бастап, Семей, Өскемен жаққа дейін тақтайдай тегіс жол салынады. Халық бұрынғыдай шаңы шығып жатқан қотыр жолмен жүріп қиналмайды. Осының арқасында Қазақстан транзиттен де көп ақша таба бастайды. Яғни Қытайдан Еуропаға тауар таситын фуралар Қазақстан үкіметіне салық төлеп, біздің территориямен өтеді. Жаңа президент бұл ақшаның бір тиынына да тиіспейді. Ол өзінің ешқандай туысын мемлекеттік қызметке жолатпайды. 2035 жылы Қазақстанда халық саны 25 миллионға жетеді. Өйткені дүниеге әкелген әрбір перзент үшін аналарға $10,000 бір реттік жәрдемақы беріледі. Ал егер әрбір ана өмірге 5-ші перзентін әкелсе, оларға автоматты түрде өзі тұратын ауылдан, қаладан 3 бөлмелі пәтер беріледі. Яғни көп балалы аналар пәтер жалдап, тентіреп жүрмейді. Жаңа президент осылайша Қазақстанның демографиясын көтереді. Себебі Қазақстанда халық саны кемі 100 миллион болу керек. Мұнша адамды асырауға Қазақстанның шамасы жетеді. Біздің санымыз 100 миллион болған кезде Ресей, Қытай секілді державалар бізбен санасуға мәжбүр болады. Жаңа президент Бетпақдаладан Лас-Вегас секілді үлкен қала салады. Сонда орталық Қазақстанда Қарағанды, Жезқазған және жаңа президент тұрғызған Майлыкент деген 3 үлкен қала болады. Майлыкентте халық саны 1 миллионға жетеді. Бұл жерде жаңа IT зауыттар салынады. Яғни ақштағы Google, Facebook, Apple зауыттары орналасқан Силиконды алқап секілді аймақ болады. Бүкіл ТМД елдерінің білімді жастары Майлыкентте жұмыс істегісі келіп, осында ағылады. Нәтижесінде Қазақстанда түрлі технологиялық жаңалықтар ашылып, бүкіл әлем елдері Қазақстаннан гаджеттер сатып ала бастайды. Яндекс Такси, Тугис секілді мобильді қосымшаларды елімізден кетіріп, орнына өзіміздің отандық қосымшалар пайдаланылады. Оған Қазақстанның шамасы жетеді. Қазірдің өзінде бүкіл әлем елдері біздің Каспий қосымшасына қатты қызығады. Қысқаша айтқанда, қазір өліп жатқан орталық Қазақстанда болашақта өмір қыз қайнайтын болады. Ғалымдар орталық Қазақстанда жер астынан су шығарып, Бетпақдаланың 20%-ын көгалға айналдырады. Ал шахтада, вахтада қара жұмыс істейтін қазақтар еліміздегі ең жоғары жалақыны алатын болады. Себебі олардың жұмысы өте қауіпті. Ал министр, әкімдер қазіргідей миллиондап емес, орташа жалақы мөлшерінде айлық алады. Яғни еліміздегі кітапханашы, мұғалімдер қанша алса, шенеуніктер де сондай алады. Одан кейін Батыс Қазақстандағы мұнайдан түскен ақша тек Астанаға емес, Батыстың өзіне де жұмсалады. Ақтау мен Атырау орталық Азиядағы ең әсем қалаларға айналады. Тура Баку, Батуми секілді туристік қала болады.
Қазақстанға келетін туристердің саны миллионға жетеді. 2035 жылы Ақтау қаласы ТМД-дағы нөмірі 1 туристік аймаққа айналады. Еуропа халқы Қара теңіз жағасындағы Түркияға емес, Каспий жағасындағы Ақтауға асығады. Себебі жаңа президент Ақтауды дамытуға 10 миллиард доллар бөледі. Ақтаудың әсемдігі Дубай, Катардан кем болмайды. Шейхтардың өзі Ақтауды бір көріп кетуге ұмтылады дейді көріпкел. Қазақ қыздары тек қазаққа тиетін болады. Өйткені шетелдіктер қазақ қызын алу үшін үкіметке 500 мың доллар салық төлеу тиіс деген заң шығады. Қазақ қызын алып, біздің азаматтыққа ие болғысы келетін шетелдік арам еркектер осыдан соң сап тиылады. Ал егер шетелде оқуда жүрген қазақ қызы өзге ұлтқа тұрмысқа шықса, ол Қазақстанға кіргізілмейді. Осылайша жаңа президент қазақтың қанының тазалығын сақтайды. Және де Қазақстан тек экономикалық емес, әскери қуатты елге айналады. Қазақстанның әскерінің саны 3 миллионға жетіп, дрон секілді техникаларды өзіміз құрастырып шығатын боламыз. Ең маңыздысы, қазақ ғалымдары ядролық қаруды ойлап табады. Осыдан соң Қазақстанның тәуелсіздігіне ешкім қауіп төндіре алмайды. Ресейде, ақш-та Қазақстанды өзімен тең көреді. Бірақ Қазақстанда бәрі жақсы болмайды. Көріпкелдің айтуынша, Қазақстан спорттан Өзбекстаннан ешқашан оза алмайды. Өзбек халқы спортқа өте берік. Олар барлық олимпиадада бокстан ешкімге алтын бермеуге тырысады. Және де Өзбекстан 2026 жылы футболдан әлем чемпионатына шығады. Осылайша олар орталық Азиядағы чемпионатқа алғаш шыққан құрама ретінде тарихта қалады. Қазақтардың спортта жолы болмауына менталитеті кінәлі дейді. Өйткені қазақ футболшылары өте жалқау болады. Себебі олар айына 20 миллион жалақы алып отырған соң, оларда мотивация болмайды. Бұған жаңа президент ашуланып, қазақ футболшыларына 1 жыл уақыт береді. Бірақ футболшылар 1 жылда ешқандай нәтижеге жетпейді. Ақырында жаңа президент үмітті ақтамаған футболшыларды 1 жыл темір жол салу үшін жер қазуға тегін жегіп жазалайды. Сосын Қазақстанда футбол ойынына тыйым салады. Осылайша қазақтар қанды әбден ішкен спорт түрі футболмен мәңгіге қоштасады. Футболға кететін миллиардтаған теңгелерді физика, химиядан халықаралық олимпиадаларда жүлде алған мектеп оқушыларына беретін болады. Нәтижесінде қазақ балалары ғылымға қызығып, кітаптан бас алмайды. Білімді қазақ жастарын ақш, Еуропа, Қытай елдері жоғары жалақы төлейміз деп жұмысқа шақырады. Әрине бұның бәрі жаңа президенттің тұсында болады. Сонда жаңа президент кім болады? Бұл туралы кезінде Әбіл ата былай деп еді. Жас жігіт тұрады, соның кейін бәрі орнына келеді, біздің Қазақстан өте үлкен. Мәшһүр Жүсіпте ұры қарлардан соң адал сүт емген басшы келеді деген тұғын. Бірақ нақты қашан келетіні белгісіз. Құрметті көрермендер, біз сіздерден кешірім сұраймыз. Себебі біз жоғарыда айтып өткен нәрсенің бәрі ертегі, яғни Қазақстан дамиды, жолдар салынады. Бетпақдалада Майлыкент деген қала салынады, Ақтау дамиды, футбол жабылады, жемқорлардың қолын кеседі, атады, өлтіреді. Қазақстанға туристер келеді, оқушыларға жағдай жасайды деген бәрі ойдан шығарылды. Яғни бұл біздің фантазиямыз. Десе де жақсы сөз жарым ырыс демекші, барынша жақсы сөз айтып жүрейік. Жаңа президент тұсында Қазақстан шынымен де дамуы әбден мүмкін.